Сәлем достар, осындай жаздың күнінде айс кофе дайындайтын боламыз. Қазір өте хит болып жатқан сусындардың бірі. Ол үшін бізге осындай кез келген кофені аласыздар, бірақ түсі осындай болу керек. Кофенің осылай аз қасықпен 2 қасығын саламыз. Мен осы бокалға бірден дайындайтын боламын. Және де қайнаған суды дайындап қойыңыздар алдын ала. Осы кофеге енді 2 ас қасық шекер саласыздар. Кофе қанша мөлшерде болса, сонша сіздер сахар саласыздар. Міне ыстық суымыз дайын. Осы және де тоже 2 қасық, ас қасық осындай ыстық су құясыздар. Енді бізге көмекке венчик керек болады. Осылай венчигімізді қолдың көмегімен осылай айналдырамыз. Керемет көбік пайда болады. Міне әлі дайын емес. Қазір тағы да осылай істеп болғаннан кейін дәл осындай түске енді осылай қоюлануы керек. Енді мен алдын ала мұз дайындап қойдым. Мына жер кішкене осылай болып қалды. Сүртіп жібереміз, ештеңе етпейді. Мұзымызды алдын ала осылай дайындап бөліп қойдым. Сіздер мұз, мен де өзімде холодильнигімде мұз дайындайтын жоқ болғандықтан форма осылай ыдысқа істеп алдым. Сіздерде өздеріңізде форма болса, формаға істегендеріңіз әдемі көрінеді. Бірақ өздеріңізге ешкімге ол маңызды емес. Міне осылай кейін ең соңынан осылай сүтті құя саламыз. Менде сүт 2,5%. Міне дайын болды. Енді осыны осылай трубочкамен қозғап ішсеңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнаған болса, лайк, комментарий білдіріп, маған қолдау білдіріп кетіңіздер. Сіздермен болған Ақерке Қасым. Видеомды соңына